Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ерекше тағам дайындаймыз. Қозы құйрықпен қуырылған картоп. Жалпы қозы құйрық дегеніміз, ол біздің тауда өсетін өсімдік, яғни ақ саңырау құлақ. Біз сонымен ерекше тағам дайындаймыз. Ең бірінші қозы құйрықтарымызды тазалап, жуып аламыз. Тазалап болғаннан кейін оны қатты майда емес, үлкенірек етіп тураймыз. Себебі біз қазір осы қозы құйрықтарымызды қуырған кезде ол одан сайын жіңішке болып, яғни кішірейіп кетеді. Ал енді көкөністерімізді тураймыз. Картопты, сәбізді және пиязды турап шығамыз. Жалпы турау өз қалауларыңыз бойынша. Ал енді турап болғаннан кейін біз майымызды құйып қыздырып, оның үстіне қозы құйрығымызды саламыз және маймен бірге жақсылап араластырамыз. Одан кейін бетін жауып, жай отта қайнатамыз. Міне осындай суы шығып, суы тартылғанша жай отқа қоямыз. Одан кейін бірінен соң бірі көкөністерімізді саламыз және дәміне қарай тұзды салып, бір стакан су құйып шығамыз. Бетін жауып, жай отта пісіреміз. Ал енді қозы құйрықтан жасалған, қуырылған картопымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Қозы құйрық былқылдақ әрі нан сияқты тойымды, дәмді болып шығады. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет.